бір палаталы парламенттің құрамында сізді көреміз бе? Енді біріншіден әуелі Алла, әрине, екіншіден енді Қазақстан біздің халқы, егер де кісілер енді сайлаймыз Геннадий Шиповскийді келесі Құдай қаласа бір палаталы парламентте көргіміз келеді десе, енді бұйырғанын көреміз, бағын сынап көреміз, әрине. Бірақ енді парламенттен кетіп жатсақ та, бұл жерде енді ешкімге реніш жоқ, өйткені себебі ешкімнің сатып алған жер емес, ешкімнің әкесінен қалған жаңағы орын емес, әкесінен қалған ақысы емес деген сияқты. Сондықтан да бұйырғанын көреміз бірінші кезекте. Екінші кезекте енді мен ойлаймын, бұл жердегі ең бастысы сіздің артынан қалдырған ізіңіз. Яғни сізге халық сізге өз көзқараспен қарап тұрса, халықтың өзінің сізге деген бір сүйіспеншілігі, өзіндік махаббаты болса, ең бастысы сол. Құдайға шүкір, мен қазір көшеде жүрген кезде, қалада жүрген кезде көп кісілер мені танып жатады, амандасып жатады. Және де сіздің қойған сұрақтарыңызды әлсек маған да қояды. Келесі парламентте сіз енді өзі ішінде боласыз ба, болмайсыз ба құрамында дегендей. Сондықтан да бұйырғанын көреміз. Ең бастысы сол. Ең бастысы не болсын, адам болып қалайық. Және де еліміз үшін, халқымыз үшін адал еңбек етейік. Ең басты айтатыным сол.